алғаш рет жасасам да дәмді болған секілді. О, достарымды бір қуантайын. О, ұйқыбас. Сегіз аяқ. Оянсаңшы. Қазір достарымыз келеді. Тұрмасаң, қой. Сенсіз ақ көңіл көтере береміз. Менің піспен андарымның біреу жетіспейді ғой. Бір түрлі. Достарым да келді. Сәлем, Алақай. Сендерге арнап піспенан әзірледім. Піспенан? Бәрекелді! Менің піспенандарым қайды? Сегіз аяқ. Алақай, не болды? Сегіз аяқ сенің үйіңде ме еді? Иә, кеше екеуміз сөз жұмбақ шешіп, түнге дейін отырып қалыппыз. Сондықтан қонып қалды. Енді міне, бәрімізге арнап пісірген піспенандарды түгел жеп қойды. Сегіз аяқ! Кешіріңдер, достар. Енді не істейміз? Сегіз аяқ неге ойнамайды бізбен? Келгісі кеп ақ тұр, бірақ ықылығы қоймады. Әлі қоймады ма? Сегіз аяқ жылап отыр? Иә. Ықылығының қоймағанына ашуы келген болар. Енді не істесек екен, достар? Маған бір жақсы ой келді. Қандай? Сегіз аяқ, міне қара. Терең дем алып, ішіңде біраз ұстайсың. Сонда ықылық кетеді.
екен? Я, осылай ұзақ ұста деміңді. Сегіз аяқтың ақылығы неге кетпеді? Жаттығу пайда бермеді. Сегіз аяқ қалың қалай? Онша емес, қорқып қалдым. Қорққаның да пайдасы бар екен ғой. Алақай! Пайдамыз тигенне қуаныштымыз. Қорқып кеттіңдер ме? Мен ғой. Ақылығыңды қойдырғым келген.